Қазан айының 4-9 аралығында өтетін биология, химия, география пәндерінің апталығына шақырамыз. Апталығының алғашқы күнін тағы бір химиялық кешпен 8 сыныптар арасында бастағалы отырмыз. Олай болса, осы кеште барлығымыз белсенді, өте жақсы атсалысады деген ойдамын. Егер химиктер жанармайды өңдеп бермесе, бірде-бір ұшақ көкке көтеріліп, бірде-бір кеме суда жүзе алмаған болар еді. Мінекей, солардың бәрін жасауға химия қатысады. Сондықтан да қайда қарасақ та, қайда көз жіберсек те көретініміз химия ғажайыптары деп Ломоносов өте жақсы айтқан. Өмірдің бірақ керегі осыларды алып келер ме? Табармай ешкім дерегін. Білер ме сірә тереңге деп химияның кереметтері туралы жырлаған емес пе? Ендеше осы химия ғылымының тарихынан кешімізді бастайық. Сіз білесіз бе? Химия ғылымы ежелгі заманнан пайда болған ғылым. Химия негізінен элементтерді және олардың қосылыстарын зерттейді. Химия заттарды және олардың бір-біріне айналу заңдылықтарын зерттейтін. Балалық пен байқамақ бұл кездерде аңғалмын. Менделеев кестесіне қарап кеше таңғалдым да ойға шомдым жасырамын несіне. Химия емес осы кесте салдым ұрымды есіме. Анау емес, мынау емес, титан болу сорын ба? О жасаған титан неге жүрмей күнші орында? Енді біздердің қазір химиялық реакциямен тәжірибелі көретін боламыз. Сіздерге арналған 3 тәжірибеміз бар. Бізге су керек. Орамал, бұл құрғақ бізде, үнбек орамал, әрі қарай бізде. Спирт және сіріңке. Және босқыз. Біз міне құрғақ осы орамалды бірінші суға салып аламыз. Кәдімгі таза су бұл. Қызық екен бағдарламасы. Ержан екеуміз қазір сіздерге өте қызықты сұрақтар қоятын боламыз. Соның жауабын өздерің бірлесіп отырып шешесіздер. Қош келдіңіздер. Яғни алтын бұл өте жұмсақ металл. Яғни оны біз қолмен майыстыруымызға да болады екен. Дәл осындай қызықты деректерді тек қана қызық екен бағдарламасынан көре аласыздар. Олай болса, бүгінгі ойынымызды бастайық. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бізде менің сол жағымда отырған яғни топ басшысы Арайлым, яғни оның көмекшілері Расылан, Аружан, Асылжан, Әселмай. Және де менің оң жағымда отырған оның қарсыластары топ басшысы Арайлым, Шайх Ислам, Айдана және Гүлжайна. Ойларыңыз енді, ал айтыңыздар. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің апталықта өтетін сабағымыз географиялық ассортив ойыны. Яғни ойын ережесіне сәйкес 8-ші сынып оқушылары қатысады. 3 минут қана уақыт береміз. 3 минуттың ішінде бірлесіп жұмыс жасаймыз. Не шықты? Басқа топтарға көрсетейік. Яғни жауабын дұрыс тапты, 5 бақ. Жақсы. Не екен? Жақсы, я қоса тоқтап қойып. Алма, дұрыс, я қоса тоқтап. Жақсы, бұл турда барлығымыз бірдей 5 пайда алдық, я? Көп рахмет. Құрметті оқушылар, біздің екінші кезеңіміз бойынша географиялық лабиринт. Бұл кезеңде біз картамен жұмыс жасаймыз. Картаға орналастырасыздар.
Қыздарымызды бәрін орында аяқтаймыз. Бірінші 8 атулы 4 бал. Бес аяққа шықсақ қай елекені табамыз. Экранда сіздерге қажетті ресурс берілген, енді фотосуреттер осыға қарап отырды. Жауға бұл қай елекен? Ұлыбритания. Ұлыбритания. Өте жақсы. Қай тобыншы келеді? Италия. Италия. Жақсы. Келесі бізде құпиялы ағаш. Айнапай. Осы өңірде абай туған. Жауабы Семей. Жауаптар қандай? Мысалы, өздеріңіз білесіздер, осы нақтылап алсаңыздар да болады. Мына жерден келіп алсаңыздар да болады. Бірінші топтың таныстырылымын тыңдайық. Шөл зонасы Каспий теңізінен Тарбағатайға дейін созылады. Құлан, кесірткелер, өрмекшілер кіреді. Өзіміздің білмейтін заттарымызды үйрендік, маған ұнады. Құрметті оқушылар, құрметті бүгінгі мынау жақсы бір ойынды ұйымдастырушы Айнұр апай мен Айдана Телеуалқызы әрбір күн босқа кетпей барлық күнді жоғары деңгейде ұйымдастырып жатқан барлық мынау ұйымдастырушы әріптестерге рахмет айтамыз. Бүгінгі жұмыстарымыз керемет. Кішігірім сыйлығымыз бар, бұл сапа атсалысқан үшін қабыл алыңыздар. Болашақта осындай үлкен қалаларға барып, ойға жасаңыздар деп келеді. Қаба аяқталды. Рахмет сіздерге көп-көп. Жетінші сыныптар арасында биология әлемінде атты сайысымызға қош келдіңіздер. Бір сұраққа бір ұпайдан беріледі. Олай болса бастаймын. Алғашқы жасушаны көрген ғалым. Роберт Гук. Жасушаның көбеюіне қатысатын бөлігі. Ядро. Ұша алмайтын құс. Темыз, пингвин, киви, козлар. Енді біз бірінші 7-ші А сыныбынан бастайық, иә? Балық. Жылан. Дұрыс. Дұрыс. Кезең биологиялық почта деп аталады. Ішінде сөздер тұр. Тамыр бөліміне жататын ішіндегі сөздерді теріп алып конвертке саламыз да апайларға апарып береміз. Саулықтан мықты шапаны жиырылып кейде жатады. Тасбақа. Жұмбақ ретінде айтайын. Онсыз еш өмір өтпейді, адамдар оны жемейді. Ащы 12 жыл өшеді, оны жәндіктер жемейді. Және ол адамды оны ашқанда адам жылайды. Жылар, яғни пияз. Әлі талай сайыстар, өнерлерін өрлей берсін қайыстандар. Ойлы орта кеңейсін күннен күнге, өскен елдің жұртынан қалыспандар. Бүгінгі кеш сондай тамаша болды. Осы кешті ұйымдастырып жатқан апайға, сіздерге де көптен көп рахмет. Тек қана жүлделі орындарды алып, тек қана биіктерден көрініп жүре берейік. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Осы бүгінгі кеш шара өте керемет өтті. Осы сайысқа қатысқанымызға қуанамыз және біздің Жұлдыз апайымыздың арқасында осы сайыс өте керемет өтті. Мен осы сайыстан білімімді жоғарылаттым. Маған бұл сайыс өте қатты ұнады. Сыйлыққа біз ұстаздарымызға осындай
оқу құралдарымен және де біз 3-ші орын грамотасын қалдық. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі табиғатыңды тартып ет, аман бол жердің құндағы атты биология, химия, география пән бірлестіктерінің апталығына жаратылыстану ғажайыптар атты интеллектуалдық сайысымызға қош келдіңіз. Қорапшаның ішінде бір-бір ғылымнан да жатыр. Келіп бір-бір өзек ала қойыңыздар. Астрономия аспан әлемін зерттейтін ғылым. Жақсы. Айналамыздағы барлық заттар химия болып табылады. Жақсы. Физика көлем пішінді зерттейтін ғылым. Оның элементтері физикаға қосылады. Барлық топқа 5 пайдан беріледі. Келді кезек полиглотты шешуге, жауаптарды аударуға 3 тілде. Қазақ, орыс, ағылшынды білсеңіз, 15 ұпай шәкірт саған несібе деп, қатысушылар тақтаға назар аударайық. Отқа жанбас, суға батпас деп қолыңызды көтеріңіз. Жақсы. Мұз, лед, айс. Ауаның орысшасы бұздық, ағылшыншасы айыр. Темір, железа, эйр. Келесі бізде балалар бейне сұрақ деп аталады. жұлдыздар, галактика, бүкіл әлем жатыр. Балалар, бұл қандай нысан? Айтады. Мегалем. Балалар, бұл ең қойған сұрақтың жауабы, яғни ірі нысан, мега әлем деп аталады. Келесі кезең көрме. Пластик келкеледі қиып, оны дискіге жабыстырдық. Одан кейін ақ қағаздан гүлдер жасап, олардың ішін түрлі түсті бояулармен әсемдедік. Бүгінгі сайыс өте керемет өтті. Индира апай мен Света апайға рахмет айтамыз. Барлықтарыңыз өте жақсы керемет дайындықпен келіп тұрсыздар. Жасаған мына жердегі жұмыстарыңыз сөзсіз барлықтарыңыздың жұмыстарыңыз керемет. Рахмет қатысқандарыңызға. Құрметті оқушылар, мінекей 4-ші қазаннан бастау алған жаратылыстану пәндері бойынша апталық өтіп жатыр. Апталықтың бірі бүгін 6 сыныптар арасында жаратылыстану ғажайыптары атты сайыс сабақты көріп отырмыз. Бұл сайыс сабақта небір сұрақтар болды, видео сұрақтар болды және жасырынған әріптер, полиглот тәрізді турлардан тұратын сайыс болып өтті. Әр істі бастамас бұрын жапондықтар кит-кат шоколадын жеп алады екен. Сондықтан сәттілік серік болып, өмірде әркез көшбасшы, жеңімпаз болыңыздар деген ниетпен осы шоколадтарды сіздерге ұсындымыз. Егемен еліміздің көркейтетін білім шыңына шығу парызымыз дей отырып, бүгінгі сайысымызды аяқтаймыз.